Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін үй жағдайында май шайқауды үйрететін боламын. Ол үшін бізге миксер және табағы қажет болады. Сары майды шайқау үшін қолмен де шайқауға болады, бірақ маған тез шайқаудың амалы миксерді қолданатын боламын. Міне видеодағыдай бір келкі қылып миксерді аз оборотынан бастап жоғарғы оборотына дейін шайқаймыз. Міне бір келкі шайқап болғаннан кейін татымына қарай тұз саламыз және тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Міне қыздар, сары майымыз дайын болды. Енді бұны бірнеше қайта салқын суға жууымыз қажет. Видеодағыдай көрсетілгендей табаққа суға салып бірнеше рет қолмен шайқаймыз. Майымызды осындай салафанға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Астарыңыз дәмді болсын.